Қайырлы күн, сіздерге қатпарлы қамырдан бургер жасауды көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап тіркелсеңіздер болады. Ең алдымен қажет заттарымызды дайындап аламыз. Одан соң қамырымызды тең бөліктерге бөлеміз. Сізде қамыр дүкендікі болса, онда тек жайып дөңгелектерге кесіп аласыз. Қамырымызды қолмен немесе оқтаумен де жаюға болады. Ең бастысы қатты жұқа жаймаңыз. Міне жайып алдық. Енді осының үстіне соусымызды, піскен котлетімізді, қызанақ, кейін сырымызды қойып, бетін екінші қамырмен жабамыз. Шетін жапқан соң әдемілеп осылай шеттерін өруге болады. Барлығын осылай жасап шығамыз. Енді формамызға май жағып пергамент қағазын төсеп бургерлерімізді қоямыз. Үстіне жұмыртқа және тмин немесе кунжут сеуіп 180 градустағы пешке 30 минутқа жібереміз. Осындай татымды бургерлеріміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.